Ержан жамандап отыр бәрі. Айгерім, жаңа сен Мәриям апаға қатысты жақсы пікіріңді басталып едің, бірақ жарнаманың кезінде аяқталмай қалды. Енді ютубта бізде көп көрермендер пікір жазып жатыр. Айгерімдікі дұрыс емес, Айгерім пікіріне қосыламын, Айгерім пікіріне қосылмаймын, Айгерім пікіріне ризамын деп қалдырыпты. Сол пікіріңді ары қарай жалғастыршы. Иә, мені кішкене асықтырып жіберді. Айтайын дегенім, жаңағы былай перфекционист деген адамдар болады ғой, барлығын мінсіздікті ғана қалайтын адамдарды. Ол кішкене дұрыс емес екен, бірақ барлық жақтан мінсіз болған. Мысалы, сәл бір зат орнынан алшақтамау керек, тура орнында тұру керек. Сәл ана мысалы орнында емес тұрып қалса, ана зат соған жүйкесі тозып, ана адамның соған күйбелектейді. Уайымдап, иә, уайымдап. Мәриям апа кішкене сондай адам сияқты да. Және де жаңағы бір нәрседен кемшілік іздейтін, дұрыс емес жағын іздейтін адам жіпке тізіп, ол міндетті түрде сол нәрсеге тап болады да. Жақсы нәрсені көріңіз деп айтып жатырмын да. Мен ол бәріміздің отбасымыз мысалы ішіне кіріп қазанына қайнап көрген адам. Ол жаңағы көреді, мынаның да отбасы мынандай екен ғой деп, әркімнің отбасында өзінің проблемалар бар ғой, отбасылық. Соны ол кісіге айтып жатырмын да, енді мінсіз отбасы жоқ, мінсіздікті іздемеңіз, мінсіз тек Алла тағала деп. Сосын мысалы шақыру билетінде де бүйтіп екі сақина бір-бірімен сәйкесіп тұрады ғой. Сол ерлі-зайыптыларда психологияда айтады да, сондай ғана бір-біріне жаңағы мынандай не қылу керек, шиеленісу керек та. Ал бізде қазақтарда ана шеңбердің бәрін толтырып алуға тырысады да. Мысалы, әйелі күйеуінің барлық, мысалы, ұялы телефонын, достарын, жұмысын, әріптестерін бәрін қадағалағысы келеді да. Ал немесе күйеуі әйелінің сондай, ондай болмау керек, кішкене ғана жаңағы шиеленісу керек та, жаңағы пространство, кеңістік. Соны айтып жатырмын, жаңағы айтып жатыр ғой, күні бойы үйде болмайды, бір жерден ол да дұрыс қой, ерлі-зайыптылар бір-бірімен кешке жақын сағынып көріскен жақсы емес па, мысалы, күні бойы бір-біріне жаңағы ұрысып, қайдағыны еске алып, жаңағы жас кездеріндегі өкпе реніштерін отырғанша бір-бірімен ұрысып деп жатырмын да. Бөлек жүрген дұрыс қой дейсіз, кішкене күндіз демалсын деп, күндіз бір-бірінен демалған жақсы ғой. Енді мынандай пікір қалдырыпты да, Гүлдана Алдарова деген кісі, осы қызға жыным келеді деп жазып сізге. Неге бұлай пікір қалдырды деп ойлайсыз өзіңізге? Енді мен барлығына ұнауым шарт емес, ондай болады міндетті түрде. Тым ақылгөй дейді да, ақыл айтқыш дейді. Енді кейіпкер болғансын, бағдарламаға қатысып отырғансын, пікір айту біздің міндетіміздің біріне кіреді. Сұраған соң айтамыз, ренжімесіздер деп ойлаймын. Бәріне ұнау мүмкін емес. Балаларына қатысты Мәриям апаның балаларына бірақ қатысты мен айтайын деп едім, оған сөз уақыт тығыз болып қалды. Жаңағы қызы да хабарласқан кезде айтып жатыр да, сөйлеспегеніме нақты қазір есімде емес, бірнеше ай болды деді да. Бірақ қалыпты өмір салты болса жарайды да, бірақ та қазір елбасына күн туған кезде мысалы тіпті қанша өлім жағдайлар болып жатыр осы пандемияға қатысты. Осындай кезде туған анасының халін білмеу деген қалай ол деп мен айтайын деп едім, манада хабарласып отырған кезде де. Бірнеше ай болды деп қызының өзі айтты ғой хабарласпағанымызға. Не де болса осы эфирдан келіп гүлімен алып кетсе жақсы болар еді. Келіп аналарын алып кетсе мысалы. Парыз ғой балаларына. Иә. Так, Мүслима дейді. Одан кейін Ботагөз деген қыз жазып отыр. Айгерім өте мәдениетті қыз, сөйлеген сөзіне дейін қонымды, көзі ашық, көкірегі ояу қыз дейді. Өткен жылы Мәриям апа Өзбекстанда тойға келгенде, сентябрь сол тойда да құдағилармен ұрыс шығаратын, кеткен басы жасамайтын кемпір ғой дейді. Одан кейін мына нәрсеге байланысты сұрап жатыр. Атамыздың ақталуына, мысалға Мәриям апамыз айтты ғой, күндіз кешке дейін үйде болмайды. Ал ол кісі айтып отыр, жаңа түстік шайым ішем, бестік шайым ішем деп. Мен бір күлкім келгені, біз мысалы жолдастарымызға сен жұмыс істемейсің, бар жұмыс істесе деп ұрсамыз да. Үйде отырма, ақша тап деп па? Барды ақша тапса, анаған бар, мынаған бар деп отырамыз да. Мәриям апа жұмыс істемейді, не істейді ол ақшаның бәрін, барлық ақшаны таппайды ғой деп айтқанда. Қасында отырсын, пенсиям жетеді дейді. Соған күлкім келді да, жаңа отырып Хадиша тәтеге де айтып отырмын да. Енді біреуге жан қайғы, біреуге мал қайғы дейді ғой, әркімнің өзінің проблемасы өзіне. Жалпы жақсы пікір жазып жатқан адамдарға рахмет. Бірақ мен айтайын, мен де мінсіз емеспін. Сосын жаңағы
ана құдалықтағы Мәриям апаның жағдайын айтып отыр ғой, анада да қызына өкпе ренішін айтып отыр ғой, бриллиант бір нәрсе деп, гауһар, алмаз деп. Мәселе ол жаңағы гауһар, алмаз, асыл таста емес, мәселе көңілде ғой. Ол бриллиантты мысалы айтып отыр, өзім де ала аламын деп. Бұл жерде көңіл ғой, сыйластық, көңіл. Мысалы бір жерге де бізді біреуді шақырып тұрып, бізді шақырмай жатса айтамыз ғой, бәрібір де бармайтын едім ғой, шақыра салса болады ғой, көңіл ғой деп. Сол көңіл ғой жалпы бір атын Насыбайдан қалатын. Енді Айгерім мен телефонға қарап отқанға айып етпе, назар аудармай деп отыр ма? Сіз қайта жақсылады екенсіз. Алып кеткенге жаңа айттың ғой, балалар келіп алып кетсін деп ше. Алып кеткенге көнетін ана емес сияқты ғой деген пікір қалдырыпты Мира деген кісі. Көнбесе де жаңағы балалары келсе сауап жинайды ғой деп ойлаймын. Айгерім осы жерден тоқтатып, рахмет. Эфир басталады екен. Тағы да егер сұрақтарыңыз болса, жарнама кезінде қойыңыздар, біз міндетті түрде